Açan. Ay ay ay. Танчактын бойын сіздерге бір тартып көрсетейін. Жерден қойып тартып жатабыз. 1.73 екен, ә? О, түгінен көргізіп қойын. Жақшы. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер. Мистер Кейджи каналының қаталаушылары. 14 ноябрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базарқорған жоғын айылына келдік. Бұл жерде Нұрбек мырзаның дағы чығарыштағы атын көріп сіздерге маалымат береміз. Андықтан бізменен чоң болып канал қаттала еліктер қатталып, лайк басып, сұныштарды комментарийге жазып тұрсаңыздар болады. Таза қанды жақшы аттардың бірі екен. Бұл аттан сіздерге Нұрбектің өзінен маалыматты алып айтайлы. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам, келдік. Қандай іштер жақшы, денсаулықтар? Жақсы, алхамдулилlah. Көптен бері тынығу қылып қалдың. Жақсы аттарды алып келіп қалыпсың. Аттың зорлығын тауып бердік. Бұл минген аттан маалыматты берелші. Бұл минген аттың бойын тартып қойдық ака. Бойы біз 72, біз 73 кен. 72 таза кен да. 72-сі таза. Яшы 4 жаш ака. 4 жашар. Шында жаңасы болып қалды, ә? Жаңасы құда қалады. Пародасы қандай болды бұл? Таза Донский данчак ака. Донский данчак, ә? О, жаңа шыққан данчактардың қазықтары бұндай болмайды ака. Бұл қарабайырдықындай болады, старый данчактарды кеше. Бұл ошо данчактан. Жалын құйрығы өзі ошондай ака. Ошонда бұл Қырғызстанға келгенде қанша болып қалды? Турбо мойын ака. 1 ай болды келгенде. 1 ай болды, ә? Ака бирок текшерип койдук. Галагасы. Дангал пресс калада бир салып койдук ака. Кандай келгендери негизи бул данчактар? Качты жумасына 2 жол 3 жол улак болду ака. Чаап көрүп алып кетебиз дегендер болсо ака, беморал чаап көрөбүз. Каерде улак болсо апарып чаап көрөбүз. Атка ишеничти айта аласың, э? Аттын барышында общем гап жок ака. Жүгүрүшүндө атты ушу жакшы мастер адам тарбиялап 3 улак 4 улак жакшы үйрөтүп койгон болсо нарагына ака кайтпайт. Аттын баштары деле өзү көрүнүп турат иншалла. Денсаулыктары, жегендери Куда каласа өтө жакшы ака. Жеген ичкени өтө жакшы. Булар өзү катуу жейт ака. Дегенде жеш өтө күчтүү жейт. Бул ошондо жана стереотипный данчактарга кирип калабы? Таза стереотипный данчактарга кирет. Өтө сонун экен. Көрүнүштөрү, сындары, мүчөлөрү дагы келишкен экен, жаныбарды көрүп турабыз. Сиздерге жакындан дагы жакшылап көрсөтөлү. Каллаларын, кабактарын көргөзүң. Кабактары өтө жакшы көрүнүп турат. Аттын үстүндө өзү мойну турба мойын болот да булардык ака. Аттын үстүнө чыккан адам, любой адам ооруй турган да. Көкүрөктөрдү караңыздар, э? Көкүрөк жаныбар өтө жакшы экен. Көкүрөктөрү, казыктары бар жогу келген ака. Сиздерге дагы айта турган болсок, ушул данчак пародадагыларды көп адаштырып дагы айтып жатышат да. Мына түстү карасаңыздар болот. Алтын түскө окшоп кетет да буларчы. Таза данчактар. Анан көпчүлүгү эле ушул айтып калат да мындай. Жалдары дагы суюк болот. Кулунжал болот да, кулунжал ака. Көпчүлүгү ушул сары түстө болсо эле данчак деп чыгара бересиңер дейт. Демек мына азыр биз көрүп турган таза данчак экенин көрүп турат. Данчактын. Mo jalı menen aka, jalı menen. Данчактын үстүнө мингенде мойну турба мойын болот ака. Кадимки турба, тоголок турба бар, кудда ошондой болот ака. Ошо данчак болот. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге кыскача маалыматты беребиз. Бир-эки бастырып чаап көрөбүз да. Ат азыркы убакта табында экен. Таң ашырып улактарга бир-эки жолу чабылды дейт. Эми камчы кереги жок экен бул аткачы. Камчысыз. Өзүн алып жүргөндөрү өтө мыкты. Ат күчтүү ат, 10 тойтта 10 тоғын көртасыз ба? Ордунан жылгандар, кыймылдагандар. Ойногондор да. Бошураак адам отурса дейт, белин үзүп алгыдай болот экен.
Ары қарат бастырып қойсын, бір чат аяқтан көрелші. Сан еттерді қараңыздар. Ат деген ошындай болуш керек та. Мұны үйірге қошса да болса керек, Болады, үйге қошса. Мұндай аттардан ұрғы алыш керек та негізі. Жақшы қырғыз жылқы белерге қошып, өте соның бір тайларды алса болады. Бір жақсы дыйқан адам алып ака. Үйге қойып, құлындарын сатса деле болады да. Азыр Қанчақтың құлындары түшінген адамдар 5.000-6.000 доллардан 10.000 долларға сен алып атшат ака. Ошолар алып алып, үйге қойып, улаққа чағып, аспияттап қараса болады ака. Демек атты алған күйбейді, любой нәрсеге үйретсе болады ака. Бұл баштаған жағыңа кетеді да. Жақсы. Нарағында бар нәрсе ака. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мындай атты алсаңыздар, өкүнбөйт экенсиздер, күйбөйт экенсиздер, жакшы аттардан экен. Мындай аттын сенасы ham жакшы болот ака. Эми ошол жагын өтө элчи. Интернетке чыккандары бар го ака. Тыты берет, же берет деп атат, анан кийин сенасын укканы келсең эле 5.000 доллар, анан 7.000 доллар деп чыгып атат ака. Ошолорго айтам да мен ака, ол 5.000 долларлык аттарыңызчы. Ол өзүнө жараша улакка жүгүрүшү мүмкүн. 15.000 долларлык аттар жүгүргөн жерде ака ал дамел атты болорчу. Барса ham тытынып калат ошол жерде, жатат же ака. Ортого адашып кирип калган болсо жатат ошол жерде. Ошого ат сенасына жараша эле айта бериш керек ака. Атка жараша сенасы болот да. Эми бул аттын сенасын угуп көрөлүчү, канча болот аттын? Бул аттын сенасы ака жолуна түшүп берем 15.000 доллар ака. Бир аз кем болот экен. Ооба, жолуна гана түшөм кудай каласа. Айтылышы 15.000 доллар экен. Каерде улак болсо апарып чаап көрөм дегендер болсо ака. Любой жеринде кудай каласа. Жакшы экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге болгон маалыматын берип айттык. Ден соолуктары баары жакшы экен. Жооштогу кандай болду экен, жооштогу? Муну Авырыттарын караңыздар. Ойлалы. Дирек да бир узатып коелу, чабып. Андан соң сиздерге көрсөтүп жаткан аттын соңуна чыгарабыз. Жүрүштү караңыздар. Аттын чуркаганын бир көрөлү эми. Ошол жерден узатат. Ой-ой-ой.